الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار بعدد نعم الله وإفضاله اللهم إنا قد خرجنا من حولنا إلى حولك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فأعوذ بك أن أقول زورا أو أغش فجورا أو أن نكون بك مغرورا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا لله أما بعد نقرأ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Өткен сабақта біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 25 жасқа толған кезде Шамға аттанған сапарын бастап сабағымызды аяқтаған еді. Рихлатуху иля Шам ал-маррата ас-сания. Шамға екінші сапар. Бұл сапарға өзі аттанады. Бірінші сапарда Абу Талиб көкесімен шыққан еді, осы жолы өзі керуенді бастап барады. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 25 سنة سافر إلى الشام المرة الثانية وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدي كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه فلما سمعت عن السيد من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه الأمين استأجارته ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره فسافر مع غلامه ميسرة فباع وابتاع وربح ربحا عظيما وظهر للسيد الكريم في هذه السفرة من البركة ما حببه في قلب ميسرة غلام خديجة. 25-ке толды, Шамға аттанады. Шамға аттану себебі пайғамбарымыз өзі сауда жасамаған, бәлкім Хадижа анамыз пайғамбарымыздың әмин, сенімді деген сипатына қанық болған. Содан не істейді? Өзінің керуенін пайғамбарымызға аман етіп табыстап береді. Пайғамбарымыз ол кісінің керуенін алып шыққан жалғыз адам ба? Жоқ. Хадижа анамыз өзінің тайпасындағы ең шарапатты, абыройлы әйелдердің бірі, текті, зәту шараф, шарапатты, қомақты, дәулетті адам. Біреудің қолына қарамаған. Пайғамбарымызға дейін көптеген еркектерді жалдап саудасын беріп жібереді. Олар саудасын апарып сатып алып келеді, содан түскен өзінің пайдасын береді. Осы жолы сол миссияны атқаратын пайғамбарымыз болады. Неге? Себебі пайғамбарымызды қауымы кім деп атады? Әмин деген есімді берді. Әмин, сенімді. Және пайғамбарымызға өзгелерге берген олжадан түскен кірісті бермеген. Яғни айтпағым, өзгелерге берген пайдадан қарағанда пайғамбарымызға берген пайдасы көбірек болған дейді осы жол.
өзгелерге орташа берсе пайғамбарымызға өте көп берген. Сөйтіп осы саудада немесе осы керуенде сапарда пайғамбарымыздың қасына Хадижа анамыздың Найсара деген қызметшісі бірге шығады. Хадиша емес, арабша Хадижа. Соған тоқталып кетсек. Себебі кейбір кітаптарда қазақша аударғанда Хадиша деген да. Сол қалпында қалдырған дұрыс деп ойлаймын. Хадижа. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол сауданы апарат, сатады. Ондай кіріс, ондай пайда ешкім алып келмеген. Рибхан азиман, өте үлкен табысқа қол жеткізеді. Міне осы сапарда Майсара пайғамбарымыздың қасында жүріп көптеген таңғаларлық муъжизаларды көреді. Ажайыптарды көреді, таңғаларлық ғажайыптарды көреді. Соның бірі, бірінші сапарға шыққанда кімді жолықтырған еді? Алим Хибрун мин ахбарил китаб, әхлі китаб. Әхлі китаптың ғалымы кімді жолықтырған? Бахиран жолықтырған еді. Осы жолда көп кітап оқыған. Тауратты да оқыған, Инжилді де оқыған, көне кітаптарды көп оқыған рахиб бар. Аллаға өзін арнаған құлшылық қылатын пенде. Настура деген есімді. Настура. Бұл кісі Иса алейхиссаламның дінінде, христиан дінінде. Қайсы христиан? Таза христианствода. Исаның таза, алғашқы, қаймағы бұзылмаған дінде. Түсініңіздер ма? Әхлі китапқа жатады. Қазіргі емес. Олар пайғамбарымызға иман етеді. Олар пайғамбарымызды күткен. Міне сол адамның бірі осы Настура. Иса алейхиссаламнан хабар алған. Немесе Иса алейхиссаламның айтып кеткен сөзін оққан. Қандай сөзі? Бір ағаш бар екен. Сол ағаштың астында Иса алейхиссалам отырады екен, және отырғаннан кейін айтқан сөзі: менен кейін бұл ағаштың астына ешкім отырмайды. Соңғы адамзаттың ардақтысы пайғамбар отырады деп айтып кеткен. Оны естіген Настура не істейді? Сол пайғамбарды күтіп, сол әминді күтіп, сол рахманы күтіп, ағаштың астына үйшігін салып, құлшылығын жасайды. Өткен кеткендерден әминнің сипатын іздейді. Сол хатимул әнбия, пайғамбарлардың мөрін іздейді. Сол ма емес пе? Жоқ, таппайды. Уақыт өтеді, міне Алланың қалауымен пайғамбарымыз сол керуенге шығады. Сонда есептесеңіздер, Иса алейхиссалам мен пайғамбарымыздың арасында қанша жыл өтті? 572 жыл өткен, дұрыс па? 571. Пайғамбарымыз неше жасында шығып баратыр? 25 жасында. 571-ге немесе 72-ге 25 қосыңыздар, сонда қанша жылдан кейін пайғамбарымыз ана ағаштың астына отырайын деп тұр? Міне Алланың несі? Хикмасы. Оны жаратқан жоқ, бәлкім жаратқан нәрсенің уақыты кеп ашылды дейді. Түсінді ме? Жаратқан жоқ, бәлкім Алланың жазып қойған әуел бастағы болады деген нәрсесінің уақыты ашылды деп қана көрінді. Міне Настура сол ағаштың астында отырған пайғамбарды көре салысымен қасындағы Майсараға келеді. Бұл кім дейді? Сипаттарын сұрап болғаннан кейін пайғамбарымыздың мөрін көргісі келеді. Ал мөрін неше жаста басты? Жибрил алейхиссалам мен Микаил алейхиссалам 4 жасында жүрегін тазалаған кезде тура сол жүректің тұсында арқасына басқан еді. Міне сол мөрді көрген кезде пайғамбарымыздың аяғына жығылып куәлік етеді. Куәлік дегеніміз не? Ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду аннака расулуллах деп не істеген екен? Куәлік берген. Міне. Осыдан қандай қағида шығарсақ болады? Пайғамбарымызды білген адамдар ешқашан, таныған адамдар, білген адамдар ешқашан ол кісіні не істемейді? Ол кісіге қарсы шығып күпірлік қылмайды. Сол себепті аят түскен еді. Олар пайғамбарларын білмегенді себепті, танымағанды себепті күпірлік қылып жатыр ма деген аят түскен. Демек, пайғамбарымызды күпірлікке шығаратын, яғни пайғамбарымызға иман етпей қарсы шығатын адамдардың көпшілігі қандай адамдар? Танымаған адамдар, білмеген адамдар. Ұстазымыз айтады, демек сен пайғамбарыңды тану керексің. Танымасаң
не істеп жіберу мүмкінсің? Жоққа шығарып жіберу мүмкінсің. Қарсы келу мүмкінсің. Неге? Аятта айтып тұр Алла Тағала. Олардың жоққа шығару себебі, күпірлікке шығару себебі, яғни иман етпеу себебі. Не себепті? Ләм я'ламу, білмеді дейді. Абу Лахаб білмеді дейді ол кісінің пайғамбар екенін. Демек пайғамбарымызды біз тану керекпіз, білу керекпіз. Содан сапарда тағы бір қызық болады. Оның барлығын көріп жатқан кім? Майсара. Кім жіберді оны? Хадижа анамыз әдейі жіберген. Неге? Сабақта айтып кеткен едік. Хадижа анамыздың ағасы болған еді. Көкесі. Варақа ибн Науфал, үлкен ғалым, көптеген кітаптарды оқыған. Пайғамбарымыздың келетін уақытын, сипаттарын дәл біледі. Сол кісіден Хадижа анамыз әбден сусындаған. Мұхаммед деген есімді біледі, сипаттарын біледі. Сол себепті білген нәрсесін көз жеткізу үшін дейді. Толық сену үшін. Жүректе күдікті кету үшін кімді жіберіп тұр? Майсараны. Неге? Көрген нәрсенің бәрін жеткізіп айтып береді. Сондай болды деп. Шамға барады, Шамға барған кезде сауда-саттық жасайды. Ол кезде Шамды кімдер биледі? Римдықтар биледі. Сосын еврейлер. Сауданың барлығы, базардың барлығы солардың қолында. Сөйтсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құрайш арабтардан келсе де, арабтар сияқты, Құрайштар сияқты сауда жасаған кезде пұтпен ант етпейді. Құрайш барған кезде не істейді? Пұтпен ант етеді. Оны римдықтар немесе шамдықтар бәрі біледі. Сол мәмілемен, сол әрекетімен біледі. Құрайштық араб екен. Пұтын айтып тұрғандықтан. Пайғамбарымыз не істемейді? Сауда жасап жатып айтпайды. Ант етем, валлахи деп, жаңағы пұттың есімін айтып. Бағанағы еврей сауда жасап тұрған бірден біледі. Мынау пайғамбар деп айтады. Майсара таң қалады. Міне. Аталардың ешқайсысы пұтпен ант етпеген. Пайғамбарымыз соның дәлелі. Пұтпен ант етпейді. Еврей соны бірден көргенде айтқан, мынау пайғамбар деп айтқан. Білген, таныған. Енді ағаш соншалықты ұзақ өмір сүрі ме? Ағаш ұзақ өмір сүреді екен. 300, тіпті 1000 жылға дейін барады екен. Ағаштың өзі өмір сүргенде. Бағанағы ағаш сонда қанша жыл өмір сүріп тұр? 500-600 жыл деп домалақтап айтайыншы. 600 жыл өмір сүрген. Енді сол ағаш дейді, қазірге дейін бар екен. Көлеңкесін не істеп отырған? Пайғамбарымызға қарай деп түсіп отырған. Өткенде айттым ғой. Күн мына жақтан түссе ол былай түсу керек еді. Жоқ, пайғамбарымыз мына жақта отырса, көлеңкесін былай түсіреді екен. Ең бақытты жандар, ең бақытты ағаштың бірі ол. Соншалықты жайқалып тұр дейді бүйтіп. Неге? Себебі астында адамзаттың ардақтысы, пайғамбарлардың төресі отырған, Мұхаммед отырғандықтан. Ал біз өткен сабақта айтып кеткен едік, пайғамбарымыз таңдаулыдан шыққан деп. Алла мені Кинанадан таңдады деді. Бірінші Исмаилдан, Кинанадан, сосын Құрайштан, сосын кімнен шықтым? Абдул Мутталибтан, сосын кім? Абдулладан шықтым. Таңдады деді. Пайғамбарымыз аталарын таңдаған, аналарын таңдаған, тайпаны таңдаған, оның ішінде әкесін таңдаған, анасын таңдаған, қоршаған, оның қасында жүрген адамдардың бәрін таңдаған. Есімдері қандай? Таңдаулы есімдер. Әмина, Абдулла, Суайба, Халима, Шифа. Тура сол сияқты туған күнін таңдаған. Яумул Иснейн. Сол күні туылдым, сол күні маған пайғамбарлық келді. Сол күні Жибрил алейхиссаламмен жолығады. Тура сол сияқты үмметі де таңдалған. Кунтум хайра умматин ухриджат линнас. Таңдаған бізді сол пайғамбарға. Сахабаларын таңдаған, 4 халифасын таңдап берген. Аналарымыз таңдаулы, балалары таңдаулы. Барлық нәрсесі таңдаулы. Енді сол кісінің туған күнін атап өтетін адамдарды таңдаулы дейді. Мәулетін атайтындарды таңдаулы болады. Олай алатын болсақ, ол кісінің өмір баянын сіздер сияқты оқитын адамдар таңдаулы болады. Бәрі оқи бермейді оны. Таңдаулы адамдар оқиды. Оны жеткізетін адамдар таңдаулы адамдар болады. Көрдіңіздер ме? Біздің бауырларымыз таңдалған қай жағынан? Ол кісіні жоқтаумен, даттаумен таңдалған. Бидғат, туған күнін тойламаңдар деп таңдалған олар.
Біз не деп таңдалғанбыз? Жоқ, тойлау керекпіз деп таңдалғанбыз. Барлығы таңдалған. Міне, Майсара соның бәрін көреді. Бағанағы бұлт бар. Бұлтты, ал бұлт дегеніміз не? Бұл әлем деген сөз. Демек, мына әлем, біз білетін мына, сол әлем пайғамбарымызға бағынады дейді. Бағындырып қойған бұлттың өзін. Неге? Бағанағы күннің өзі не істейді? Пайғамбарымызға келген кезде күннің өзі пайғамбарымызға өзінің ыстығын, сәулесін түсіре алмайды екен. Даты бармайды. Неге? Себебі пайғамбарымыз нұрдың нұры болған болса, күннің нұры жолда қалады дейді. Сол себепті пайғамбарымызда көлеңке болмаған. Көлеңке болмаған. Неге? Себебі күн нұрын түсірген кезде пайғамбарымыздың нұры күннің нұрынан күштірек болғандықтан күннің нұрын өзіне қайтарып береді. Тіпті бір ғалымдардың айтқан, күннің нұры пайғамбарымыздың нұрынан деп айтқан. Көлеңкесі болмаған адам. Жүргенде ізі болмаған адам. Тек тастаған ізі қалады. Тастағана ізі қалады. Нені көрсету үшін? Нені дәлелдеу үшін? Білесіздер ме? Сол тас көтере алмаған нәрсені көтергендіктен тастың өзі пайғамбарымыз басқан кезде пайғамбарымызды не істемейді екен, көтере алмай езіліп кетеді екен. Себебі Құранда баршамызға баян ғой. Құранда не айтты? Мына аманатты кім көтереді деген кезде, жоқ, біз бұны көтере алмаймыз, тау аспан жоқ деді. Сонда оны кім алып кетті? Адам алып деді. Кімнің жүрегі көтерді дейді оны? Пайғамбарымның жүрегі. Сол себепті мына чөпте, құмда, топырақта пайғамбарымыздың ізі қалмайды. Тек тастаған алып. Сол үшін Меккеге барып жатсаңыздар, нәсіп етсін баруымызды. Кәбаның қасында кімнің мақамы бар? Ибраһимнің мақамы бар. Барсаңыздар, Ибраһим мақамы тұр, сол жерде тас тұр. Ибраһимнің ізі, аяғының ізі, сол тасқа батып кеткен. Демек, ол сипат барлық пайғамбарларда бар. Тасқа батып кеткен, оны бүйтіп нақыштап оймаған. Көрдіңіздер ме? Кім бұл? Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Майсара не істеді? Таң қалып келе жатыр, әлі түсінбейді. Ондай кіріс, ондай пайданы көрмеген. Бағанағы қызық, таңғаларлық нәрсені көрмеген. Келе жатқан кезде Хадижа анамыз хабар естіп отырады оны, келе жатыр деп. Бізде де болды ғой бұрын. Атшабарлар, ойбай, керуен келе жатыр деп бір адам шауып өтті. Дұрыс па? Тура сол сияқты оларда да болған. Керуен келе жатыр, Хадижаның керуені. Соны естіген кезде Хадижа анамыздың үйі 2 қабаттан тұрған екен. 2-ші қабатында қылтима болған. Біздегі балкон. Содан шығып қарайды екен. Нені? Бағанағы естіген Орақадан алған ілімді бекіту үшін жүректе. Шынымен бұлт келем екен. Шынымен бұлт бағанағы басында тұрам екен деп, аны 2-ші этажға шығып көреді екен. Сөйтсе бағанағы бұлт үйге дейін еріп келген. Үйіне кіреді, аман хал ахуалды сұрасады. Осындай болды, осындай табыс болды деп табыстайды ғой. Әңгіме біткеннен кейін енді дастархан жайылды ма екенін түсінікті ғой, ары қарай әңгіме болғаннан кейін. Сонымен шыққан кезде тағы да сол қылтимаға шығып тағы қарайды екен. Бағанағы бұлт бар ма деп. Сөйтсе бағанағы бұлт тек сол үйге емес, шыққан кезде тағы да жалғасып ары қарай бірге еріп кетіп бара жатқан. Тастамаған сол бұлт пайғамбарымыздың үстінде төбесіне бүйтіп еріп бара жатқан. Соны көрген дейді. Неге бұл әрекет неге жасаған? Естігенін бекіту үшін. Ал Майсарамен қалады, Майсара не істейді? Көргеннің бәрін баяндап береді. Ал Хадижа анамыздың жүрегі не болып жатыр? Кемелденіп жатыр. Яқин, мынау кітаптың аты не? Яқин. Яқин сенім, шүбәсіз сенім не істеп жатыр? Күшейіп жатыр. Оның салдары неге апарады? Хадижа анамыз бірінші болып пайғамбарымызға сөз тастайды. Ол тарихта болмаған. Әйел адамның 40 жасқа жетсе де, өзінен жас 25-тегі пайғамбарымызға сөз салып, мені тұрмыс қал деп айтқан. Мені өзіңнің жарың қып ал деп айтқан. Оған дейін Құрайштың мен деген еркектері кеп ала алмай кеткен. Бәрін қайтарып жіберген. Ал пайғамбарымызға дейін ол кісі тұрмыста болған. Күйеу болған. Ажырасып кетеді, біреумен біреу қайтыс болып кетеді.
Сонда ол кісіде екі баласы болған екен. Хәлә деген күйеуі болған, Хәлә деген Хәлә. Содан қалған Хинд және Хәлә деген екі баласы болған. Хинд және Хәлә. Олар кейін пайғамбарымызға не болып келеді? Біздегі өгей бала деп айтамыз ғой. Пайғамбарымыз сөйтіп өзінің қамқорлығын алып, асыраған пайғамбарымыздың тәрбиесін көрген, нұрға бөленгендер. Кімнен? Хадижа анамыздан екі бала келеді. Бұрынғы күйеуінен. Жақсы, сол тақырыпқа кірейік. Заважуху Хадижа. Хадижа анамызбен үйленуі. Хадижа анамыздың өзі таңдалған. Фаламма қадима Макката ورأت خديجة ربحها العظيم سرت من الأمين عليه الصلاة والسلام وأرسلت إليه تخطبه لنفسها وكانت سنها نحو 40 وهي من أوسط قريش حسبا وأوسعهم مالا فقام الأمين عليه الصلاة والسلام مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب فزوجها عمها. Бағанағы керуен келеді, керуен келген кезде өте үлкен олжаны көреді, табысты көреді. Содан бірден Хадижа анамыз ортақ адамдарды салып, ол жаққа кірмей қояқ. Жалпы қысқаша мағлұмат айтып кетейік. Адамдарды салып пайғамбарымызға жеткізеді, тұрмысқа шыққысы келетін. Содан мына жақтан кім шығады? Хадижа анамызды айтып, Хадижа анамыздың ниетін білдіріп, көкесі Амр ибн Асад келеді. Кімге барады? Пайғамбарымыздың көкесі, қамқоршысы Абу Талибқа келеді. Екеуі сөйлесіп, Амр ибн Асад Хадижа анамызды үйлендіреді. Абу Талиб пайғамбарымызды үйлендіреді. Осылайша неке қиылады. وقد خطب أبو طالب في هذا اليوم فقال الحمد لله الذي جعل من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئ معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعل حكام الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مستردة. Демек, некелесті, екі жақ жиналды. Сөйтіп көпшіліктің ортасында неке болып жатыр, дастархан жайылған. Абу Талиб тұрып, не істейді? Хұтба айтады. Хұтба дегеніміз некенің алғашқы сөзі. Сол хұтбада бүйтіп айтады Абу Талиб: Аллаға мадақ, бізді Ибрахимнің ұрпағы қылған, Исмаилдің белінен шығарған. Аллаға мадақ болсын. Исмаилдің ұрпағы болып келдік. Маат атасын айтып жатыр. Солардың ұрпағымыз, солардың асылымыз біз. Және де бізді не істеп қойды? Мына Кәбаға қызмет шығып қойды. Кәбаның қызметін атқарамыз. Суы бар, тамағы бар, кесбасы бар. Соны бізге берді. Және адамдардың ішінде бізді әкім қылып шығар. Әкім дегенімізде адамдарға үкім шығарып, мәселені шешетін қылып қойды. Би қылып қойды, былай айтқанда. Енді келетін болсақ, мына сөздің барлығын айтып кеп, мынаған тоқталғым кеп тұр. Мына көкемнің баласы, немесе інімнің баласы кім? Мұхаммад ибн Абдилла. Бұл теңдесі жоқ еркек. Бұған тең келетін ешкім жоқ. Лә юза. Бұл кісіні таразыға салып теңдей алатын ешкім жоқ. Шарапат жағынан, тегі жағынан, артықшылық жағынан. Ал ақшаға келетін болсақ, ақша не ол? Көлеңке. Бүгін бар, ертең жоқ. Біреудің қолында болса, ертең басқа біреудің қолына өтеді. Ол сондай не? Жиркеншілік қолдың кірі. وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَوْنَ عَظِيمٌ. Осы жерде Абу Талиб айтады, мына деңгеймен қазір Мұхаммад ибн Абдулла, бұның ертең үлкен бір ісі бар. Ертең бұның үлкен хабары бар деп айтады. Айтпағаны үлкен жүкті алады. وَخَطَرٌ جَلِيلٌ. Үлкен қауіпке душар болады. وَقَدْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ رَغْبَةً فِي كَلِمَتِكُمْ خَدِيجَةَ. Мына жерге келу себебі Хадижаға сөз салып кеп тұр. Хадижа анамызға. Уақыт бәдәлі ләхмина саддақи сөйтіп, сол жерде пайғамбарымыз Хадижа анамызға мәһр ретінде мынаны берген. Асдақаха Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам 12 ауқия ва нисфан мин захаб. Пайғамбарымыз 12 ауқия берген, алтын. 12 ауқия алтын берген. Ауқия деген мынандай бір құйылған нелер, ыдыс сияқты мынандай бір нәрселер.
Ауқия дейді. Түсінікті ма? Алтын. Ал бір ауқияның өзі 40 дирхам тұрады. Сонда бір ауқия 40 болса, соны нешеге көбейтеміз? 12-ге көбейтеміз. Соны көбейткен кезде шамамен 500 ма сондай шығады. 500 шығады. Түсінікті ма? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадижа анамыздың мәһр ретінде 500 дирхам берген. Алтынмен ол 12 ауқия және жартысы бар. Сосын қосымша жас түйеден 24 түйе береді. Жас түйеден нешеу? 24 түйе. Неге жас? Ертең несейді көбейеді. 24 түйе береді. Түсінікті ма? Берген мәһр осы. Ва аля залика таммал амр, осылайша не болады? Осыған кесім бітеді, барлық келіседі, екі жақ ризалығын білдіріп, Хадижа анамызға пайғамбарымыз үйленеді. Неше жасында? 25 жасында. Хадижа анамыз 40 жасында, 2 баласын. Кімнен қалған? Хәлә деген адамнан. Хинд, сосын Хәлә деген 2 баласымен келеді. Уқад канат мутазаввижа қаблаху би Аби Хәлә, міне Аби Хәләға үйленген екен. Демек Хадижа анамыздың күйеуі Абу Хәлә болған. Ол не болған дейді? Қайтыс болып кеткен. Валаху минха, сол Абу Хәләдан Хадижа анамыз Хәлә деген баланы сүйген. Ва хуа Рабибул Мустафа алейхиссалату вассалам, кейін ол пайғамбарымыздың несі болып өседі? Баласы болып пайғамбарымыздың тәрбиесін көрген. Хадижа анамыздан пайғамбарымыз балаларының барлығын сүйген. Айтпағым 9 әйелге, дұрыс әдеппен айтқанда 9 анамызға үйленеді. Негізі 11, екеуі пайғамбарымыздың тірі кезінде, көзі кезінде қайтыс болады да, пайғамбарымыз өмірден өткен кезде артында 9 әйел қалады, 9 анамыз қалады. Соның біріншісі Хадижа анамыз, екіншісі Зайнаб бинту Хузайма. Пайғамбарымыздың тірі кезінде үйлене сап, шамамен 1 айдан кейін қайтыс болып кетеді. Артында сонда 9 анамыз қалады. Осы 9 анамыздан бала сүймеген. Ешқасына бала сүймеген. Түсінікті ма? Енді 9 анамыздың қатарына Мұқауқастың жіберген күні, пайғамбарымызға күн болып қалған Мәриям емес, Мәрия, пайғамбарымызға Ибрахимді туып береді. Пайғамбарымызға Ибрахим сыйлайды. Бірақ Ибрахим көп өмір сүрмейді. 18 ай ғана өмір сүрген. Ибрахим 6 ай, 6 жыл, 8 жыл өмір сүрген. Жибрил алейхиссалам келіп пайғамбарымызға мен Ибрахим үшін келдім. Ол қайда? Далада ойнап жүр балалармен. Мен оны шақырып келейін, дайындайын. Пайғамбарымыздың жылағаны. Бұл өтірік мауду, пайғамбарымызға жала жабылған хадис. Оны айтуға болмайды. Мауду, тоқылған хадис. Даиф емес, мауду, тоқылған, жоқ хадис. 8 жасында келеді, тағы басқа екеуі қоштасап, ертең мен сен жаннатта көрем, күте тұр. Болмайды айтуға. Тыйым салынған. Себебі бұны айтуда пайғамбарға нұқсан бар. Пайғамбарымыздың пайғамбарына кемшілік бар. Көптеген қырынан. Ибрахим 18 ай ғана өмір сүрген. Бұл өмірден өтеді. Тура сол сияқты, демек кімнен ғана бала көріп тұр? Ибрахим. Хадижа анамыздан қалған балалардың барлығы. Негізі ғалымдар не деп айтады? Тек Хадижа анамыздан бала сүйген. Ең бірінші қыздарынан бұрын кім болған? Қасым деген баланы сүйген. Қасим. Сол себепті пайғамбарымыздың екінші есімі Ахмад Мұхаммедтен кейін кім? Абул Қасим. Ол баласызда бірнеше күн ай ғана өмір сүрген. Бірнеше ай ғана. Неге? Хатимул әнбия, пайғамбарлардың мөрі не қалмау керек? Ұрпақ қалмау керек. Ол жалғыз Алланың құлы ма? Ол да жалғыз болу керек. Бірақ баланы көрсетеді. Неге? Біреулер айтуы мүмкін. Көрдің бе? Ұрпақсыз ана. Бала қалмаған, бала жоқ оның артында деп сөйлейтіндер болады. Болғанда болады әлі. Сол үшін Алла құдіретін көрсетеді. Жоқ, ол бала сүйе алады. Бірақ ол кім? Қандай сипатпен кеп тұр? Ахад сипатымен кеп тұрғандықтан ол жалғыз болу керек. Демек Қасым көп өмір сүрмейді, бірнеше айдан кейін қайтыс болып кетеді. Сол себепті Абул Қасим дейміз. Бір хадисте дейді айтқан: Ана Қасим валлаху юъти деп айтқан. Ана Қасим валлаху юъти. Мағынасы мынау:
Алла береді, мен бөліп береді деген. Алла маған береді, мен ары қарай үлестіремін. Сонда ғалымдарымыз айтады, терең зерттеген. Пайғамбарымызға бірінші Алладан келеді дейді нығмет. Сосын пайғамбарымыздың қолынан өзгелерге өтеді. Қасым деген сөз мағынасы сол. Қасым дегеніміз не? Қасама яқсим, бөліп береді. Нені? Сенің ырыздығыңды. Нені? Сенің бақытыңды. Нені? Сенің қайғыңды. Кез келген нәрсе кімнен өтеді дейді? Пайғамбарымыздан. Тіпті түсініктің өзі. Кітап оқып отырған кезде мына перде ашылып бір нәрсені түсініп кетесің, о деп. Сол түсініктің өзі пайғамбарымыздан келеді дейді. Неге? Ол қасим. Саған Алла тағала бұлай бере салмайды. Неге? Себебі сен сондай әлсізсің, жоқ болып кетесің сен. Сен кімсің? Тікелей дейді Алладан ала салатын. Кімсің? Ортада кім тұрады екен? Әл-Қасим тұрады. Содан кейін пайғамбарымыз Хадижа анамыздан кімді сүйеді? Қыздарының ең үлкені кім? Зайнап. Сосын ретімен айтам, Руқайя. Бізде Руқия деп кеткен, негізі ол Руқайя. Сосын Умму Кулсум. Сосын ең соңғысы Фатима анамыз. Алла тағала ол кісілерге разы болсын. 4 қыз. Бұл 4 қызды неше жасында көрген? 35 жасында. 25-те үйленеді, 35 жасында 4 қызды болған. Сонда қанша жыл өтті арада? Шамамен 10 жыл. 10 жылдың ішінде Хадижа анамыздан Қасымды қосқанда 5 бала сүйіп тұр. Түсінікті ме? Бірақ Қасым өмірден өтеді 4 қызы. 40-қа толған кезде 40-қа. Ал пайғамбарлығын қай уақытта көрсетті? 40 жас 6 айында. Міне сол уақытта кімді сүйген екен? Бір бала, бірақ оның есімдері көп болып аталғандықтан кейбір тарихшылар, сираны жазатындар оны 2 адамға есептеп жүрген дейді. Сол себепті кейбір жерлерде пайғамбарымыздың баласы 7 болып кететін сол. Түсінікті ме? Ол бірақ бала, ол кім? Абдулла. Есімі Абдулла, бірақ сол баланың есімі Тайиб. Сол баланың есі Тахир. Түсінбегендер не істейді дейді, қателескендер. Мынаны жеке санайды, мынаны жеке санайды, мынаны жеке санайды. Сөйтіп не істейді пайғамбарымыз баласын 8-7 қылып жібереді сол дейді. Жоқ, мына үшеуі бір адам. Кім? Абдулла. Және сол Абдулланың есімі кім? Тайиб. Және сол Абдулланың есімі кім? Тахир. Неге Тайиб? Тайиб деген сөз мағынасы не? Әдемі. Тахир дегенімізде таза. Неге Абдулла? Себебі пайғамбарымыз ол баласын неден кейін сүйіп тұр? Пайғамбарлық келгеннен кейін. Таза. Сөйтіп сол себеп баласын атаған екен. Ол балада көп өмір сүрмеген, аз-ақ ай өмір сүреді, өмірден өтеді. Сонда Қасым, сосын 4 қызы 5, сосын Абдулла 6, ана жақтан кім болады бағанағы? Ибрахим. Сонда неше болады? 7. Анау бір адам қателеспеу керек, шатаспау керек. Мафхум? 4 қызы Зайнап, Руқайя, Умму Кулсум пайғамбарымыздың тірі кезінде. Яғни пайғамбарымыз өзі тірі, көзі тірісінде 3 қызы пайғамбарымыздан бұрын өмірден аттанады. Кім? Зайнап, Руқайя, Умму Кулсум. Зайнап Құрайштық бір жігітке тиеді, оны алда өтеміз. Ал Руқайя мен Умму Кулсум кімге тиген еді? Осман ибн Аффан. Сол себепті ол кісінің лақабы Зин Нурайн немесе Зун Нурайн, 2 нұрдың иесі. Оған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтқан еді? Менің тағы да 3-ші, 4-ші қызым болғанда саған бере саларым айтқан. Саған бере саларым деген. Руқайя Умму Кулсум сол кісінің астында болады. Демек, ол кісілер пайғамбарымыздың әкелік қырын ғана көреді, әке болып қалады. Толық несін көре алмады пайғамбарымыздың? Пайғамбарлық қырын көре алған жоқ. Жалғыз қызы пайғамбарымызды әке қырымен көреді, және пайғамбар қырымен көрген. Артынан пайғамбар болғандықтан пайғамбарға иман етіп, айтқанын орындап, амал етіп өткен кім? Фатима анамыз. Фатима анамыз пайғамбарымыздан кейін 6 айдан кейін өмірден өтеді. 6 айдан кейін. Осыны пайғамбарымыз түсіндіріп, бізге ишарат етіп бетіп айтады. Қыздарын бөліп жап жатқан жоқ. Менің 4 қызымның ішіндегі маған жақыны ол Фатима деп айтқан. Неге деп сұрағанда, 3 қызымның амал дәптерінде мен жоқпын деген. Әке болып тұрмын деген. Бірақ олар менің амал дәптерімде бар.
Ал Фатимада мен әке және Мұхаммед болып жазылғам деді. Содан ғалымдарымыз айтқан, кімде кімнің амал дәптерінде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жазылған болса, ол амал дәптерді от өртемейді. Оттың өзі қайтарып жібереді екен. Оттың өзі қабылдамайды. Неге? Кім бар ода? Мұхаммед Расулулла бар. Соны ишарат қып айтқан дейді. Кімнің амал дәптерінде Мұхаммед болса, тозақ оты алмайды оны. Құранда яума табияддул уджух ва тусвадду уджух деп келеді, иә? Тасвадду уджух. Сонда бір күн туындайды. Біреулердің жүздері қап-қаралып кетеді, біреулердің жүздері шаттық нұрға бөленеді. Кімдердікі? Амал дәптерін алып кімді таппаған? Мұхаммедті таппағандардың амал дәптері қап-қара болып кетеді сенің. Алла сақтасын. Ал амал дәптерін алған кезде амал дәптерінде Мұхаммед болған болса не болады? Ол амал дәптердің иесі не болып кетеді дейді? Нұрға бөленіп, жүзі жап-жарық болып кетеді. Амал дәптердің өзін тозақ оты азаптай алмайды, немесе тозақ оты күйдіре алмайды. Тіпті пайғамбарымызға қатысы бар әрбір істің өзі сол істің өзіне өп кетеді дейді. Ардақталып көтеріліп кетеді. Әрбір іске пайғамбарымыз кірді ма, немесе сенің ісіңде пайғамбар бар ма, сол іс көтеріліп кетеді. Оған дәлел біздің намазымызда пайғамбарымыз бар, жадазамызда пайғамбарымыз бар, азанымызда пайғамбарымыз бар, өмірімізде пайғамбарымыз бар. Қай мағынада? Дүниеге шыр етіп келген кезде мына жаққа азан, мына жаққа қамат, азан бар. Өмірден өткен кезде тағы да азан бар. Ал пайғамбарымызға қандай бір амал пайғамбарымызға қатысты болды ма, сол амал көтеріліп кетеді дейді. Мәртебесі болады. Түсініңіздер ме? Міне. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге ишарат етіп отыр. Нені? Неге салауат көп айтыңдар? Неге өмір баян көп оқу керек? Неге пайғамбарымызды шынайы сүйгендерді сүйіңдер? Олар кімдер? Сахаба. Олар кімдер? Табиин. Олар кімдер? Атбау табиин. Олар кімдер? Біздің алдымыздағы тұрған төрт мазхаб иесі ғалымдарымыз, хақ сүйген кісілер. Міне соларды сүй. Оларды сүю үшін не істеу керек? Өмір баяндарын оқы. Оларды сүю үшін не істеу керек? Оларды оқыған ғалымдарды сүй. Сүй алмасаң, сүйгендердің қасында сүй, сүйіктіге айналасың. Міне сонда сенің амал дәптеріңде кім тұрады? Мұхаммед Расулулла отырады. Ал ол амал дәптердің иесі ешқашан бақытсыз болмайды. Ол әрден бақытпен болады. Тіпті ғалымдарымыз зерттеген соншалық дейді. Сен салауатты алып, сабақта болсын, жалпы салауатты алып қағазға жазасың ғой дейді. Иә? Сосын оны өртеп жіберу мүмкінсің, тастай салу мүмкінсің. Енді ол өзің білесің. Бірақ әдеп бойынша не істеу керек? Аяқ асты болмасын деп өртей салған дұрыс. Себебі бір жерге сақтап қойсын, ол кейін біреудің аяғына түсіп кетуі мүмкін. Қызығы дейді, оны өртесең де сақтасаң да, бағанағы қаламың, бағанағы қағазың қияметке дейін жазған адам үшін истиғфар айттырады дейді. Мұхаммед Расулулла деп жаздың да бітті. Ол сенің ертеңгі нең билетің. Міне, менде бар. Саған кеп не істейді? Куәлік етеді. Саған кеп не істейді? Салауат айтып береді. Мұхаммед Расулулла. Сол себепті ғалымдарымыз әдет бойынша сабақта болсын, ілімде болсын, жалпы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есімін жазғанда сығып жазмаңдар деген. Су деп жазмаңдар деген. Ол әдепсіздік. Сен өзіңді бағанағы нығметтен не істеп тұрсың? Махрұм қалдырып тұрсың. Сол себепті қолың сынып кетсін. Не деп жазасың? Аллахумма салли аля Саййидин Мұхаммед немесе саллаллаху алейхи вассалям деп толық жаз. Неге? Сен сонымен жаннатқа кіріп кетуің мүмкінсің. Себебі айттық қой, бағана қағаздың өзі қияметке дейін саған истиғфар айтып салауат тұрады деген. Өшпейді ешқашан. Себебі пайғамбарымызға қатысты болған әр іс ұмытылмайды. Алла оны жоғалтып қоймайды дейді. Сол себепті сенің намазын қабыл етеді. Бірақ сен намазда мас болып тұрғансың. Мен мас болып тұрдым. Ананы ойлап, мынаны ойлап, бір кез оянам. Имам Аллаху Акбар деген кезде есім жинаймын, қайтадан мастыққа кірем.
фатиханы түсінбеймін, имам не оқып жатыр түсінбеймін, құлағым керең, имам оқып жатыр бірақ естімеймін. Ең соңында есімді жинаймын. Қашан? Отырыста. Намаз біткен екен ғой деп сәлем беремін. Біз намаз осылай оқимыз. Осындай намазды Алла қабыл етпейді. Алла мұқтаж емес намазға. Бірақ сенің сол намазыңда бір нәрсе бар дейді. Ол не? Мұхаммад Расулулла. Сол кісінің құрметі үшін, мәртебесі үшін, Алланың сүйікті құлы болғандықтан, пайғамбарымызға айтылған салауатты қабыл етіп, Алла тағаланың мейірімдігі шексіз ғой, намазыңды тастап қоймайды дейді. Сол салауаттың құрметі үшін намазыңды да қабыл етеді дейді. Сол үшін жаназаға да соны кіргізген. Неге? Бағанағы пәленше мәйіт амалмен жәннатқа бара алмайды. Ешкім бара алмайды. Ол хақ. Мен болсын, ешкім бара алмайды. Соны білгендіктен не істейміз? Жаназада біз фатиханы оқымаймыз. Тағы басқа сүрені оқымаймыз. Нені оқимыз? Бірінші, екінші такбирде салауатты. Неге дейді? Бағанағы пәленшенің амал таразысы баспай жатса, амал таразысына сауап жетпей жатса, кім не келеді? Кім келеді? Пайғамбарымыз келеді, салауат келеді. Не істеп кетеді дейді? Басып кетеді. Және де біз адамды қабырға кіргізіп қойған не деп айтамыз? Бисмилля аля сүннат расулилля. Алланың есімін айтып жүрсің, кімнің сүннетіне сай? Пайғамбардың сүннетіне сай деп қоямыз. Сонда әрбір ісімізде не жүреді? Алла Мұхаммад, Алла Мұхаммад. Есіктің бәрі жабық, бірақ есік бар. Ол Мұхаммад деген есік бітті. Басқа есікпен барам деп жүрген пенде ешнәрсе түсінбеген. Шайтанның айдауында жүрген пенде. Құран жаттап барам деген пенде адасып жүрген пенде. Алланы сүюдің белгісі сөзін сүю, Құранды сүю дейді. Ал Құранды сүюдің белгісі пайғамбарды сүю дейді. Ал пайғамбарымызды сүюдің белгісі сүннетін сүю дейді. Ал сүннетті сүюдің белгісі ақыретті сүю дейді. Ал ақыретті сүюдің белгісі дүниені жек көру дейді. Тек қана нені? Өзіңе қажет нәрсені аласың, артығын істеу керексің. Шығарып жүру керексің. Ақыретке деген белгі, сүюдің белгісі осы дейді. Міне сонда әр нәрсені істеп қойған Алла тағала бір-біріне байлап қойған. Құранның кілті ол пайғамбарымыз. Кілтті алмай пайғамбар Құранға бара алмайсыздар. Алла қабыл етпейді оны, кет бар дейді. Мән әнті, сен кімсің? Сен кімсің? Ана жақта рахма тұрғанда сен бұлай қалай кеп тұрсың маған? Сен кімсің? Мына жақта кемелдің кемелі тұрғанда мына жақпен қалай кеп тұрсың сен? Сен кімсің? Нұрдың нұры мына жақта тұрғанда бұлай кеп тұрған. Кімсің сен? Еш нәрсе емеспін. Жоқпын мен. Жоқтың дәлелі мен жоқтан бар болғам. Бинаул бәйт. Одан кейін үлкен оқиға болады. 25 жасында пайғамбарымыз Хадижа анамыз үйленді. Ар жағында 10 жыл өтеді. 35 жасында не болады екен? Құрайш Алланың реттеуі ғой. Рабби латифун лимайша. Қалаған нәрсесін Алла тағала жұмсақ қып істейді. Әр нәрсені реттеп, сәйкестіріп, сен олай істей алмайсың ешқашан. Қанша тырыссаң да, қанша жоспарласаң да, жоспарың іске аспайды. Алла соны істейді дейді. Әдемі қылып реттеп қояды да. Латиф деген сөз мағынасы сол. 35 жасына толғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям неге қатысады? Кәбаның қайтадан салынуына қатысады. Себебі 35 жасында Меккені сел алып кетеді. Сәйлун. Жаңбыр жауқандықтан, ал Меккенің білесіздер қай жерде орналасқаны? 4 жолдың қиылысқан жері сайда орналасқан. Жаңбыр жауғаннан кейін не істеген? Сел алып Кәбаны күйретіп кетеді. Кәбаның бұрыштарын алып кетеді. Себебі Кәба бұрын салынған кезде тастардан тұрғызылған былай. Сумен не істейді? Шайлады. Тағы да оның себебі Кәбаның төңірегінде Кәбаны араша ағашын жандырып, бізде енді араша, Мысыр араб төңірегінде мынандай оттар бар. От дегеніміз жақсаң ағаш кәдімгідей. Не шығып тұрады? Жұпар иісі шығып тұрады деп аңқып тұрады. Соны жағып алып, Кәбаны жұпар иісімен тазалап жүрген адам, әйел адам байқаусыздан кисуасына шоқ ұшып кетеді. Не жанып кетеді?
кесел жанып кетеді де өрт болады. Сонда сел өтіп кетті, мына жақтан өрт шықты. Кәбаны не істеу керек болды? Қайтадан жаңартып тұрғызу керек болды. Мен оққан жоқпын, сіздерге түсінікті болсын деп, жалпы суреттемей берейін деп отырмын. Кейін оқып шығамыз. Сонымен Құрайш жиналады. Ал Кәбаға жауапты кім? Құрайш. Басқа ешкім араласа алмайды. Ешкімнің даты жоқ. Бағана Абу Талиб айтып кетті ғой сөзінде. Құрайшқа нені бер Алла? Кәбаны берген еді. Жиналады, ақылдасады. Не істейміз? Мынаны жаңартпасақ болмайды, қайтадан тұрғызбасақ болмайды. Сел алып кетті мына жағын. Мына жақта өрт шықты, қап-қара болып күйіп кетті. Ал Құрайш біледі, тарихтан сабақ алған. Әлі де несінде бар? Мына ақылынан кетпеген, немесе мына жадынан кетпеген бір оқиға бар. Ол қандай оқиға? Абрахам оқиғасы ғой, піл оқиғасы. Қашан болды ол? Пайғамбарымыз 35 жасында болған болса, қашан болды? 35 жыл бұрын болды ғой. 35 жыл бұрын, 2 айты қосыңыздар. Шамамен бір 36 жыл бұрын болған оқиға. Не болды? Піл кел, шабуыл жасамақ болған кезде құстар келіп нені тастады, тозақтың тазын тастады, бәрін тесіп кетті емес пе? Ол оқиға әрбір Құрайштың, әрбір арабтың жадында ұмытылмаған. Бәрі түсінді. Кәбаға тесетін болсаң, Алла сазаңды береді. Оны қорғайтын Раббысы бар деп Абдул-Мутталиб айтпады ма? Түйесін алуға барғанда. Содан бәрі қорқатты. Қалай болады екен? Біз қазір бұны құлататын болсақ, Алланың азабы түсіп, жоқ болып кетпейміз ба? Деп бәрі қорқады. Жөндеу керек дейді, бірақ ешкімнің даты бармайды. Түсіңіздер ма? Ал не істейміз? Даты бармайды. Қиын болады ау дейді. Сөйтсе, ол кезде жас үлкен, ақсақал, көрдіңіздер ма? Кәпір болса да, үлкеннің аты үлкен ғой. Кім? Халид ибн Уалидтің әкесі. Халид ибн Уалидтің әкесі. Әл-Уалид ибн Муғира. Әл-Уалид ибн Муғира. Халид ибн Уалидтің әкесі. Сол кісі ақсақал бағанағы мәселені шешіп береді. Келсе Құрайш жиналып алған. Не істейміз ал? Сындырсақ қалай болады? Азап түсетін болса жоқ болып кетеміз біз. Оны көріп айтты. Сендер бұны құлатумен, күйретумен қайтып жөндеуді қалап тұрсыңдар ма, жоқ? Аяқ асты қылып масқаралауды қалап тұрсыңдар ма? Құрайш айтты, жоқ. Біз бұны қайтадан тұрғымыз келіп тұр. Жақсылық жасағымыз келіп тұр дейді. Онда болды ғой. Онда мен бастап берейін. Қалай? Сендер қарап тұрыңдар, мен ана Кәбаның бір бұрышын бұзып көрейін, сынап көрейін бүгінше. Сосын ертеңге дейін қалдырайық. Ертең менен хабар келмей жатса, өліп кетті, жынды болып қапты, тағы басқа. Онда тиіспейсіңдер. Түсінікті ма? Ал аман есен болса, онда не істейміз? Құлатамыз. Сонымен Әл-Уалид ибн Муғира қолына бағанағы сайманды алып, бұл Кәбаның бір бұрышын құлатады да кетіп қалады. Құрайш ертең таңда жиналып алған, кімді күтеді? Әл-Уалид ибн Муғирадан хабар күтеді. Не болды екен? Тірі ма? Есі дұрыс па? Жынды болып қалған жоқ па? Бүктеліп қалған жоқ па екен? Аман есен келеді. Болды дейді, сонымен не істейді? Қызығы тағы да құлатқан кезде қалай болсын солай емес. Тайпалар бөлінетті, әр тайпа бір бұрышты алады. Сонымен құлатады. Сөйтіп құлатқан кезде оны кім салған еді? Ибрахим Исмаилге көтерді ғой. Сол себепті Ибрахимнің өзінің бұрышы бар, ішінде де үй. Ол үй болған ғой негізі. Ішінде бір бұрышы бар, бағанасы мынандай. Сосын Исмаилдікі бар. Бірінші кімдікі тұрады? Ибрахимдікі кетеді. Содан бар сәл құлатсаң, ар жағында кім тұрады? Исмаилдікі тұрады. Исмаилдің бөлмесі Хижр дейді оны. Сол тастарды алған кезде тастардың арасынан мынандай көне қағазға жазылған біздің мақал мәтелдерге ұқсас қара сөздер болған, соны тапқан. Мысалы, еңбек етсең ерінбей, тояды қарың тіленбей деген сөз бар ғой. Тура соған ұқсас, тура сондай мағынада көптеген қағаз тапқан. Мысалға соның біреуін оқиық. Міне, ол бар. Мән язра хайран яхсуду ғибтатан ва мән язра шарран яхсуду надаматан. Жаңағы кімде кім жақсылық тексе, жақсылық торы болады. Кімде кім жамандық терсе, жамандық торы. Ол біз не деп айтамыз? Таспен атқанды, міне, қайдан келген сонда ол сөздер? Ана бұрынғы таза кеткен ата-бабалардың ұрпаққа тастап кеткен несі дейді, өсиеті дейді. Соны оқысын деп, бұрынғы кезде солай істейтін болған екен. Үй салған кезде тастардың арасынан не істейді?
бағанағы қағаздарды өсиет қылып ұрпаққа тастап кеткен екен. Сондай нелер тапқан, қағаздарды тапқан. Ибрахим кетті ма, кім келді? Құлатып келіп кімге жетеді? Исмаилге келеді. Міне содан тоқтайды да қайтып не істейді? Қайтып толықтырып құрасын, не істейді? Көтереді. Алла тағала пайғамбарымыздың шапағатын баршамызға нәсіп етсін. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана ва зидна 'ilman инналлаха ва малаикатаху юсаллуна 'алан наби я айюхаллазина аману саллу 'алайхи ва саллиму таслима. Аллахумма салли афдала салатин 'ala ас'аби махлуқатика саййидина Мухаммадин ва 'ala алихи ва сахбихи ва саллим عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.